18.000 ғаламтор. Әдетте жындыханаға түсу үшін адам қатты психикалық тұрғыда зардап шегу керектігін білетін боларсыз. Бірақ іс жүзінде жындыханаға түсу әлде қайда оңай екенін білдіңіз бе? Ол үшін тек кейіп таныту жеткілікті. Сонымен, вуаля, сіз аурухана төсегіндесіз. Мүмкін тіпті сол аурухана төсегіне байланған боларсыз. Кем дегенде мұны американдық психолог Дэвид Розенханның эксперименті дәлелдейді. Сонымен қатар психиатриялық диагностиканың бүкіл жүйесіне күмән келтіреді. Бұл 1973 жылы болды. Розенханның өзі және оның ақыл-ойы сау әріптестері екі психолог, психологияда оқитын бір магистрант, педиатр, психиатр, суретші және үй шаруасындағы әйел. Психиатриялық әдістердің сенімділігін тексеруге шешім қабылдады. Ол үшін олар ақш-тың әртүрлі психотерапиялық мекемелеріне пациент ретінде кіруге тырысты. Бұл әрекет сәтті және оңай болды. Жұмыс орны туралы ақпаратты өзгерту және лақап атпен таныстыру жеткілікті болды. Әрине, психиатриялық ауруханада жалған пациенттердің ешқайсысында ауру тарихы болған жоқ. Бірақ шын есімдері, тегі және білімі мен жұмысы туралы ақпарат дәрігерлерді күмән тудырып, сонымен қатар экспериментте қатысушылардың өздері үшін болашақта қиындықтар болуы мүмкін еді. Пациенттер туралы барлық басқа мәліметтер шынайы болды. Оның ішінде олардың табиғи мінез-құлқы. Бірақ олардың әрқайсысы дәрігерлерге өзі жынысындағы адамдарға тиесілі дауыстарды еститінін айтты. Дауыстар көбінесе оқылмайды, бірақ пациенттердің пікірінше бос, қуыс, қағу сөздері сияқты нәрселерді болжауға болады. Одан басқа ештеңе жоқ. Мұндай сөздер арнайы таңдалды. Оларда белгілі бір экзистенциалды дағдарыстың белгілері болды. Ол өмірінің мәні туралы ойдағы мазасыздық пен ыңғайсыздықтың жағдайы. Екінші жағынан бұл көріністерді психоздың белгілері деп санауға мүмкіндік беретін әдебиеттер болған жоқ. Жалған пациенттер тек дауыстарға шағымданды. Басқа белгілер оларды мазаламады. Барлық жалған науқастар ауруханаға жатқызылды. Бұл жағдайда оларға дені сау адамдай әрекет ету, ыңғайсыздық сезінбейтінін және енді ешқандай дауыс естімейтінін хабарлау туралы нұсқау берілді. Жалған пациенттер дәл солай істеді, бірақ дәрігерлер бұған ешқандай мән берген жоқ. Ал аурухананың жазбаларында жалған пациенттер мейірімді және жанашыр деп сипатталған. Барлық ауруханалардың дәрігерлері ақш-тың әртүрлі штаттарында, яғни экспериментке барлығы әртүрлі деңгейдегі 8 емхана болды. Кедей ауылдардан бастап ғылыми ортада лайықты атаққа ие болғандарға, сондай-ақ беделді ақылы ауруханаға дейін жалған науқастарды шығаруға асықпады. Оған қоса оларға психотроптық препараттар тағайындалды. Ол дәрілерді жалған және шынайы науқастар дәретханаға тастап отырды. Сондай-ақ олардың барлығы бірдей белгілерді көрсеткенімен, оларға әртүрлі диагноздар қойылды. Кем дегенде біреуі маниакальды депрессиялық психоз, қалғандарында шизофрения болған. Науқастардың ауруханаларда болу мерзімі 7-ден 52 күнге дейін болды. Орташа есеппен 19 күн. Содан кейін олар ремиссия кезеңіндегі шизофрения диагнозымен шығарылды. Дэвид Розенхан үшін бұл психикалық аурудың қайтымсыз деп саналатындығын және өмір бойы адам басына белгіге айналатындығын дәлелі болды. Осы уақыт ішінде дәрігерлердің ешқайсысы жалған пациенттерге қойылған диагноздың дұрыстығына күмәнданбады. Бірақ мұндай күмәндарды нақты науқастар үнемі айтып отырды. 118 пациенттің 35-і жалған пациенттердің сау және зерттеушілер немесе журналистер екеніне күдік білдірді. Сонымен бірге жеке кеңістікке рұқсатсыз басып кіру. Мұндай сезімдер экспериментке қатысушылардың айтуынша, олар психиатриялық ауруханаларда болған кезде үнемі бастан кешкен. Олардың заттары таңдалмалы түрде тексерілді. Тіпті пациенттердің өздері болмаған кезде де. Мысалы, дәретханаға кеткен кезде. Аурухана қызметкерлерін әдетте адал деп сипаттауға болатынына қарамастан, адамдарға да заттар ретінде қаралды. Көбінесе науқастарды талқылау олардың көзінше жүргізілді. Ал дәрігерлер болмаған кезде кейбір қызмет көрсетушілер дөрекі мәміле жасап, тіпті науқастарды итеріп жіберетін жағдайда болды. Науқастардың кез келген әрекеті немесе мәлімдемесі олардың диагнозына ғана байланысты қабылданды. Тіпті бір жалған пациент жазбалар жасаған болса да, белгілі бір медбике мұны патология және графоманияның көрінісі деп түсіндірді. Яғни басылымға үміткер шығармаларды жазуға деген патологиялық ұмтылыс. Науқастардың қасына тағы бір медбике көйлегін шешіп бюстгальтерін түзетті. Бұл палатадағы адамдарды толыққанды ер адамдар деп санамаған түрі.
Психиатрияның беделі шайқалды. Бірақ өте қу Дэвид Розенханға бұл жеткіліксіз болды. Біріншісінен кейін ол екінші эксперимент жасады. Бұл жолы бәрі керісінше болды. Розенхан белгілі бір психиатриялық аурухананың дәрігерлеріне 3 ай ішінде оларға бір немесе бірнеше жалған пациенттер кіруге тырысады деп ескертті. Ол дәрігер өзінің оқу және зерттеу базасына ие болды және алдыңғы эксперименттің нәтижелерімен танысқаннан кейін олардың мекемесінде мұндай нәрселер қайталанбайды деп мәлімдеді. Осы кезеңде клиникаға жүгінген 193 адамның 41-і симуляциямен ұсталды. Тағы 42-сі күдікті деп саналды. Алайда Розенхан оларға бірде-бір жалған науқас бермегенін білгенде, дәрігерлер қатты таң қалды. Оның экспериментінің нәтижелері беделді Science журналында жарияланды. Онда Розенхан көңіл көншітпейтін қорытынды жасады. Осындай қателіктерге тым оңай әкелетін ешқандай диагноз сенімді бола алмайды. Осыған ұқсас нәтижелер басқа мамандардың зерттеулерінде де алынды. Мысалы, психолог және журналист Лорен Слейтердің эксперименті. Ол бірнеше жылдан кейін Розенханның жалған пациенттерінің әрекеттері мен сөз тіркестерін дәл қайталап психиатриялық клиникалардың біріне барды. Өте жақсы беделге ие аурухана таңдалды. Журналист ақылынан адасқан деп саналды және оған психотроптық дәрі берілді. Дәл осындай жағдай Слейтер жүгінген тағы 8 клиникада қайталанды. Әйелге 25 антипсихотикалық дәрі және 6 антидепрессант тағайындалды. Журналистің айтуы бойынша дәрігерлердің әрқайсысымен әңгіме 12,5 минуттан аспады. Алайда ауруханаға мәжбүрлеусіз журналистің жеке өзінің сұранысымен жатқызу кезінде клиникалардың қызметкерлері оған адамгершілікпен сыпайы қарады. Дегенімен дұрыс емес диагноз қою және күшті препараттарды тағайындау мәселесі әлі де ашық. Мұны басқа эксперименттер тағы да растады. Мысалға, Оклахома штатының университетінің әйгілі психотерапевті және профессоры Морис Меттерлингтің зерттеуін алайық. Ол 25 психиатрды 2 топқа бөліп, актердің дауысын тыңдауды ұсынды. Актер психикалық сау адамды бейнелеген. Бірақ бір топқа Морис бұл невротикалық болып көрінетін психотиктің дауысы екенін, ал екінші топқа мүлдем ештеңе айтпаған. Бірінші топтағы психиатрлардың 60%-ы сөйлеушіге психоз диагнозын қойды. Көп жағдайда бұл шизофрения болды. Екінші топта ешкім диагноз қоймады. 1998 жылы осыған ұқсас зерттеуді басқа америкалық психологтар Лоринг пен Пауэлл жүргізді. Олар 290 психиатрға пациенттік клиникалық сұхбаты бар мәтін таратты. Дәрігерлердің бірінші жартысына науқастың қара, екінші жартысына ақ нәсілді екенін хабарлады. Қорытынды болжамды болып шықты. Психиатрлар екеуінің де клиникалық сұхбат мәтіндері бірдей болғанына қарамастан, қара нәсілді науқасқа агрессияны, күнделікті бейімділікті және әлеуметтік қауіпті жатқызды. 2008 жылы осындай экспериментті BBC арнасы да Horizon бағдарламасында жүргізді. Оған 10 адам қатысты. Олардың жартысына бұрын әртүрлі психикалық ауытқуы бар диагноз қойылған. Екінші жартысына ешқандай диагноз қойылмаған. Олардың барлығы 3 атақты психиатрдың тексеруінен өтті. Олардың міндеті қарапайым болды. Психиатриялық патологиясы бар адамдарды анықтау. Қорытынды бойынша 10 адамның екеуіне ғана дұрыс диагноз қойылды. Біреуі дұрыс емес және 2 сау адам сау емес деп қате жазылды. Эксперименттер қызу пікірталас тудырды. Біреу психиатриялық диагностиканың сенімсіздігіне келісуге мәжбүр болды, ал біреулер дәлел келтірді. Психикалық бұзылу классификациясының авторы Роберт Спицер бұл сынға былай деп жауап берді. Егер мен 1 литр қан ішіп, оны жасырып, кез келген аурухананың жедел медициналық көмек бөліміне қанды құсумен келген болсам, онда қызметкерлер мінез құлқы болжамды болар еді. Егер олар маған диагноз қойып, асқазан жарасы сияқты ем тағайындаса, мен медицина ғылымында бұл ауруды диагностикалау туралы білімінің жоқтығын сенімді түрде дәлелдей алмас едім. Осыған қарамастан жоғарыда аталған журналист Лорен Слейтердің экспериментінен кейін Роберт Спицер бұл жағдайда менің көңілім қалды деп мойындады. Менің ойымша дәрігерлер мен білмеймін деп айтуды ұнатпайды. Психикалық ауруханаларда көптеген дені сауда адамдар бар. Олар мұнда әдеттегі күнделікті жүйке тозуымен келген. Бірақ Розенханның жалған пациенттері сияқты диагноз қойылып анықталғаннан кейін науқастың халі қалыпты деген сұрақтар енді ешкімді алаңдатпады. Дәрігерлердің ойында бұл адамдар мәңгі психикалық аурулар болып қала берді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде